Облыс орталығында 1 наурыз алғыс айту күні және Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық мерейтойының ресми ашылуына арналған салтанатты шара өтті. Жиында ел бірлігін бекемдеп, татулықты ту етіп, қоғамдық келісімді нығайтуға атсалысып жүрген түрлі этнос өкілдері облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Түрлі этнос өкілдерінің басын қосқан мерекелік іс-шарада алдымен мемлекеттік гимн орындалды. Облыс әкімінің міндетін атқарушы Данияр Жанелинов президенттің Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл және алғыс айту күніне арналған құттықтауын жеткізді. Бүгінде елімізде тұрақтылық пен татулықты ту еткен 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілі берекелі күн кешуде. Ассамблея өзінің 30 жылдық тарихында береке бірлігіміздің ұйытқысына айналды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласындағы егемендігіміздің мәңгілік ұштарына байтақ жерімізді, қастерлі тілімізді және береке бірлігімізді көздің қарашығындай сақтауымыз керек деді. Бүгінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы орасан зор біріктірушілік және зияткерлік әлеует жинақтап, жалпы ұлттық келісімнің негізі болып келеді. Қазіргі күні облыста 30-дан астам этнос өкілі тұрады. Олар сыр өңірінің өсіп-өркендеуіне, әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі үлес қосып келеді. Мерекелік басқосуда түрлі салада еңбек етіп, достықты дәріптеп жүрген ассамблея мүшелеріне құрмет көрсетілді. Являюсь 27 лет членом Ассамблеи народа Казахстана. Мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі болғаныма 27 жылдың жүзі болды. Бұл еліміздегі бірлікті дәріптейтін бірегей ұйым. Бізде еліміздің дамуына үлес қосып келе жатырмыз. Біздің басымызды қосатын достық ұйымыз бар. Барлық мерекелік шаралар сонда өтеді. Ортақ мақсатымыз елдің бірлігі, тұрақтылығы. Бүгін бізді құрметтеп, марапаттап жатыр. Айтар алғысым шексіз. Ассамблея 30 жылдықтың ішінде елдің бірлігіне, берекесіне, татулығына көп жұмыс жасады деп ашық айтуға болады. Қазақ халқымен етелес араласып, біздің бауырларымыз орыс, кәріс, татар, шешен этностары елдің дамуына, өсуіне аянбай еңбек жасады. Алғыс күнімен барша халықты құттықтаймын. Ассамблея жастары қоғамдық бірлестігінің мүшесі Бахар Миллиарова мерейлі мезетте марапат төрінен көрінді. Ол түрлі қайырымдылық шараларына қатысып, игі істердің ұйытқысы болып жүр. 1 наурыз алғыс айту күні мерекесімен барша қазақстандықтарды шын жүректен құттықтағым келеді. Жалпы осы ассамблея жастары ұйымы жылдар сайын көптеген жобаларды, шараларды, қайырымдылық істерді жүзеге асырып келе жатырмыз. Және де осы жолда бізге бағыт-бағдар беріп, бізді қолдап, және де бізге өзімізді дамытуға, елімізді дамытуға бізге қолдау білдірген біздің басшылықтарға, ата-анама және барлық өмірдегі маған қолдау білдіріп жүрген адамдарға және де жақындарыма алғысымды айтқым келеді. Соның күнде Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық мерейтойы аясында 100-ден астам іс-шара ұйымдастырылады. Этно-мәдени бірлестіктердің арнайы 10 күндік өткізіліп, ұлттық мәдени құндылықтары насихатталады. Тағы бір жаңалық, қазіргі заманға архитектуралық үлгідегі жаңа достық үйінің іргетасы қаланбақ. Әкім Жолтаев, Шыңғыс Жұмаханов, Сөрехан Әділбекұлы, Қызылорда телеарнасы.